Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше медовик тортын жасайтын боламыз. Бұл торттың басқа торттарға қарағанда ерекшелігі, басқа торттар сияқты дайын болғаннан кейін тортты 8 сағаттап күту керек емес. Яғни дайын болғаннан кейін жарты сағаттан кейін жей берсеңіз болады. Және де алдағы уақытта бұдан да күшті қызықты рецепттерді көргіңіз келсе, арнама жазылып алуды ұмытпаңыз. Және де қазақша контентті қолдап, арнамдағы видеоларға лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: мед, май, ұн, қант, жұмыртқа және қосылтқыш. Ең бірінші, баяу отқа ыдысымызды қойып, майымызды ерітіп аламыз. Егер сіздің майыңыз бөлме температурасында балқып тұрған болса, қатты отта көп ұстаудың керегі жоқ. Майымыз ери бастаған кезде алдын ала өлшенген медімізді үстіне қойып, үздіксіз араластырып тұрамыз. Жарты қасық нан содамызды салып, жақсылап үздіксіз араластырып отырамыз. Қорықпаңыздар, кішкене көпіреді, көлемі де үлкейеді, сондықтан үлкенірек ыдыс таңдағандарыңыз дұрыс. Медтің түсі осылай қоңырқай түске айналғанда мен отты өшіремін, яғни суытуға қойып қоямын. Енді тортымыздың екінші бөлігін бастаймыз. 4 немесе 5 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, жақсылап көпіртіп араластырып аламыз. Айта кететін жағдай, барлық торттардың құрамына қосатын қоспаларды, мысалы жұмыртқа, сүт деген сияқты қоспалардың барлығы бөлме температурасында болғаны өте жақсы. Оның көпіруіне де, көтерілуіне де барлығына әсер етеді. Әрине, тек кремге арналған қоспалар ғана мұздай күйінде болған дұрыс. Қопсытқышымызды алдын ала осылай ұнмен араластырып алып, сосын тортымызға біртіндеп елегіштің көмегімен қосқанымыз дұрыс. Екі қоспамызды біріне бірін қосып аламыз. Медіміз суыған күйде болу керек. Егер ыстық күйінде болған жағдайда жұмыртқамыз пісіп қалады. Сондықтан дәл видеодағыдай құяр кезде тоқтаусыз араластырып құйғандарыңыз өте маңызды. Енді бізде тек құрғақ ингредиенттер қалды. Ұнды елегіштің көмегімен осылай 2 немесе 3 бөлікке бөліп араластырамыз. Біздің тортымыздың түсі осындай қоңырқай түсті болып шығады. Себебі біз медті отта осындай түске дейін ұстадық. Егер сіз бұдан да ашық түсті қаласаңыз, медті отта көп ұстаудың керек жоқ. Мінекей, консистенциясы осындай болады. Оның толықтай араласу керек. Сіз тортты қандай формаға салғыңыз келеді, өз қалауыңыз бойынша, өзіңіздің қалаған формаңызға бірнеше бөліктерге бөліп пісірулеріңізге болады. Мен оңай жолын, яғни 2 бірдей табаға 2 бөлікке бөліп пісіріп аламын. Ал пісіп болғаннан кейін 2 бөлікті 4 бөлік қылып бөліп аламын. Яғни менде 4 қабатты торт болып шығады. Табамызға біз қоржықтарымызды осылай бір тегіс етіп жайып алуымыздың өзі маңызды. Себебі шет жақтары жұқалау, ортасы қалың болып қалса, қоржықтарымызды құрастырған кезде бір жағы дөңес, бір жағы биік болып, беті бір тегіс болып шықпай қиналуыңыз мүмкін. Сондықтан өзіңіздің үйіңізде қандай ыңғайлы осынған арналған ыдыстар бар, сол ыдыстарды пайдаланып, солардың көмегімен бір тегіс етіп салғаныңыз дұрыс. Тегістеп алған соң қоржықтарымызды 180 градуста 10 немесе 15 минут аралығында пеште пісіріп аламыз. Піскен қоржықтарымызды осындай тіс шұғыштың көмегімен шұғып көрсек болады. Енді торттың кремін жасайтын боламыз. Ол үшін мен 20% қаймақты алдым. Егер сіздерде бұдан да жоғары пайыздық болса, пайдалана берсеңіздер болады. Үстіне қант ұнтағын, яғни тәтті дәм беру үшін қант ұнтағын қосып араластырып, тортымызға пайдаланамыз. Міне бірдей табада 2 қоржыкты пісіріп алдым. Енді бұлардың 4
қабатты торт болу үшін мен бір-бірінің үстіне қойып бірдей көлемде кесіп аламын және шетіндегі артық бөліктерін кесіп тегістеп аламын. Тортымыздың соңғы бөлігі бірдей көлемге келтірілген қоржықтарымыздың арасына дайындаған кремімізді жағып тортымызды құрастырып аламыз. Ал шетінде қалған кесіп алған бөліктерін ұнтақтап бетіне безендіруге пайдаланамыз. Торттың бетін өз қалауыңызша безендіре берсеңіз болады, яғни жемістерді пайдаланып немесе тәттілерді пайдаланып безендірсеңіз болады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Дәмі өте дәмді және ерекше жұмсақ. Және ерекшелігі көп уақытты күтіп қажет етпей-ақ дайын болғаннан соң жей берсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет.